Ал осы видео басталмастан бұрын лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз бастайық. Мен осы үйді салу үшін тегін токобоканы орнатқан жоқпын. Себебі бұл менің токобокамда менің үйім, менің адамдарым және де мен бұның бәрін өшіріп таста алмаймын. Сондықтан да осылай жай ғана сала бергенмін. Өздеріңіз білетіндей, енді тегін токобокада аса қызықты күшті заттар жоқ, бірақ та мен барынша тырыстым үйді жақсартуға, күшті істеп, кәдімгідей тырыстым, бірақ та мен осы үйді өте тез салдым. Маған бұл үй ұнады. Егер де менде тегін токобока болса, мен осы үйде тұрушы едім. Және достар, тағы айтатыным бар. Менің арнамда сіздер қандай видео күтесіздер? Комментарияға жазыңыздар, мен міндетті түрде оқимын. Және де мүмкін келесі видео сіздің қалауыңыз болатын шығар. Айтпақшы достар, мен осы үйді бір немесе екі адам тұратындай қылдырып істедім. Себебі менің ойымша, бұл үйге екі адамнан көп сыймайды. Бірақ егер сыйып жатса, өте терең, қалай айтушы еді? Ұмытып кеттім ғой. Өте тар болады, иә. Және достар, менің арнамда 100 подписчик болып қалды. Сіздерге алғысым шексіз. Осы арнамды жүргізіп жатқаным 2 апта болды, бірақ та менде сондай жетістіктерге жеттім. Мен бұл үйді салып жатқан кезде осы үймен не істеймді білмедім. Сондықтан да мен осы шешімге келдім. Егер де сіздер қаласаңыздар, келесі видеода мен 24 сағат тегін токобокада өмір сүремін. Ал достар, біз сіздермен сөйлесейін деп жатқанда, мен уже екінші бөлмесіне ауыстым. Осындай өте әдемі ас бөлме. Негізі осы үйде бір немесе екі адам тұрса да, өте көп ыдыс жасап қойыппын мен байқамай. Бірақ жарайды, енді мүмкін қонақтар келіп қалатын шығар. Айтпақшы достар, сіздер токобоканы қашаннан бері ойнап жүрсіздер? Мен токобоканы 21 жылдан бастап ойнап жүрмін. Мен сол кезде 2-ші әлде 3-ші сыныпта болғанмын. Осындай видео түсірген кезде не айтарымды білмей қалдым мен енді. Не айтуға болады екен? Сіздер ютубта не көресіздер, жалпы не көруге болады екен? Мен көретіннің бәрін көріп тастағанмын. Фильм, сериал, комедия барлығын көргенмін. Енді үйде ішім пысып жүр. Я достар, айтпақшы, біз мектепке баруға тек қана 1 ай қалды, 1 ай. Шынымды айтсам, мен мектепке дайындалған да жоқпын. Осы жаз бойы кітаптың бетін де ашқан жоқпын. Және де шынымды айтсам, мен қазір мектепке барғым келіп тұр, себебі үйде шынымен де өте көңілсіз және де кішкене дегендей біртүрлі. Және мен алдағы уақыттағы армандарымды, мақсаттарымды сіздерге айтайын. Менің арманым, мақсатым бұл ютубтан бірінші қазір 100 подписчик жинау. Менде 100 подписчик деп айттым бағана, бірақ та 100 подписчик толығымен жиналған жоқ. 100 подписчик жинау, содан кейін 500 подписчик жинау, ал содан кейін 1000 подписчик жинау. Бұл менің 3 мақсатым, арманым. Осы менің ойымша 3-4 айда жиналып қалады. Ал достар, сөйтіп сөйлесіп жатқанда біздің видео соңына дейін жетіп қалды. Осы уақытқа дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Егер қаласаңыздар, осы видеоның идеясын ала беріңіздер. Ал мен келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.